мен айтам, шынында да апа дегенмен анаңдай ма, барлығы сол кісінікі болып саналмай ма? Қалампыр апам аман тұрса, Жанболат пен Жазираға дала қайда деп жатырмын. Сондықтан да осы жерден өрбіген бар ұрпақ осы кісінің бақыты, осы кісінің қуанышы. Жаңа Ербатыровтар әулет деп жатырмыз ғой, сол әулеттің түтінін түзіп шығарған, әр перзенттің жан ұғалған Жанболат елге келіп той берем дегенде баладай болып қуанған осы Қалампыр апамыз ағай. Сондықтан да ананың қуанышы, әкенің қуанышы еш уақытта басылмасын, той қыласын. Болмашы үшін дөушеді еліңнің әркесін әукеті. Ол қызыңмен келе берсін. Айтылмасыз ақтармасың көп еді, бармағаны жүрек тулап демаса, әлсін ерінген деді, жанға түннің салқын қуаныштарыңыз құтты болсын. Осылай жадырап жүріңіздер, жайнап жүріңіздер. Аллах тағала сіздердің шаңыратыңдарыңызға тек қана қуаныш нәсіп етсін. Орындарыңызға жайғаса берсеңіздер болады. Жалпы құрметті ағайын, мен бүгінгі тойда ақылдасқан кезде Жанболат әкеміз айтты, мен қатты қуанып жүрмін деді. Себебі қаншама ағайын тума туыстың басын қосып жатырмын. Бүгінгі кешке жиналған ағайындар, мен қалай қуансам, менімен бірдей қуанған жандардың басын қосып жатырмын. Ендеше барша құрметті ағайын, сол бір қуанышымызды көрсетіп, орындарыңызда отырып, сәл бір билет берсеңіздер, мен сіздердің әрқайсыларыңызға тойдың басы, той иелері ұйықтап тұр. Тойдың басында той иелерін шығарады. Соған дайындалып тұр. Ар жағында менің қыздарым дайындалып тұр. Қонақтың бәрін отырғыздық. Барлығы сайма-сай дайындалып тұр. Тойымызды бастаймыз. Бізге Алла абырой берсін. Бүгінгі дүйсенбідегі тойымыз Мақсат қол мейрамханасында. Назымка, оның қыздары десең. Ау.
Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде үлкен әдемі той болады. Қазыбек пен Асылының Мақсатқол ресторанында осындай әдемі баннер құрдық. Ерекше той өткені қазақы нақышта болады. Жас жұбайлар қазақы стильде киінеді. Осындай әдемі фотозона жасадық. Міне қошқар мүйіз, мынау шаңырақ, міне мынандай композициялар жасадық. Не дейтін еді бұны? Пішен дей ма? Пішен гүлдермен. Міне осындай әдем болып шықты. Қазыбек, Асылы. Даже сандығымызға дейін бар. Ал бізге сәттілік полный ұйымдастыру бұл тойдың менің мойнымда. Кешке той салатын болам, Құдай қаласа.